Бірақ ол әже шаш бау жасап қойды ғой менің қызымның, міне мынандай қылып саған әдемі шаш бау жасадым. Енді осының міне екіншісін қазір саған тағы жасап беремін де. Мына біріншісін бірінші тағып көрейік шашыңа қалай болар екен. Әже, мына шаш бауды қалай жасадыңыз? Жаным ау, мына шаш бау деген негізі күміс бұйымдардан да жасалады, оны зергерлер жасайды. Мынау мен өзім қолымнан келетін болған соң қыздарыма арнап моншақтан жасап отырмын сендерге де. Бұл шаш бау деген бұрынғы заманнан тағатын болған қыздар. Ол кездерде ағаш үйде отырады адамдар. Сонда мынаның сылдырынан бойжеткен қыздың келатқанын, оның мінезін, парасаттылығын, көркем мінезділігін осы шаш баудың сылдырына қарап адамдар бағалаған. Әже, шаш бау әдемі екен. Жаным ау, иә, шаш бау әдемі менің шаш бауым. Мына жаңа екіншісін де жасап келемін саған. Бастап жатырмын. Мынандай қылып, мынағанда моншақтар қойып, екінші шашына тағатын қылып жасап беремін оны да. Әже, мынаны бәрін өзіңіз жасадыңыз ба? Иә, өзім жасадым. Мынау міне ағаш үйге нетін әдемілігі үшін дейді мынаны да. Мынау шашағы, мынау түйіні. Түйін деген бұл елімізді, отбасын біріктіріп тұрады екен мына түйінді. А мына шаша ол көбею үшін сондай ырым жасаған мынаны. Жақсы ма? Есіңде болсын. Ертең болашақта мынау соңғы кезде осы шығып келатқан белбеу қылып қазір тағып жүр. Бұны да сырғалақпенен тоқып жасаймыз. Әже, мұнда мен де жасап тоқым келеді. Жан, саған үйретем ғой мен. Жан, не үйретем ғой мен сен. Ертең үлкен қыз боласың, сол кезде сен тоқисың, мен саған бәрін үйретем. Үйренгенге бәрі оңай. Әдемі қылып тоқисың өзің, сосын жақсы ма? Не? Әлі мінекей бүйтесің, мыналарды айналдырасың.